Біз бүгін темір мен қағаз ақшаны ажыратуды үйренеміз. Экранға назар аудар. Мына екі темір ақша қалай аталады? Дұрыс, теңге. Теңге Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы. Сондай-ақ теңгенің қағаз түрі де бар. Қағаз түрінде болатын ақша қағаз ақша деп аталады. Біздің алдымызда құны 200 және 500 теңгелік қағаз ақша бар. Тыңда, Айдардың құны 700 теңге тұратын құрастырғыш алғысы келді. Ол құны қандай ақшамен төлеу керек? Дұрыс, ол 700 теңгені 500 және 200 теңгеліктермен төлеуі мүмкін. Зереге 200 теңгелікті ірілеу керек болды. Зереге ақшасын айырбастауға көмектесші. Қалай жасауға болады? Дұрыс, 200 теңгелік 600 теңге болады. Біз ірі қағаз ақшадан 500 теңгені білеміз. Ендеше Зере жаңағы ақшасын 500 теңгелік қағаз ақшаға және 100 теңгелік темір ақшаға айырбастап ала алады. Қыз бала дүкеннен 100 теңгеге балмұздақ сатып алды. Оның қолында 500 теңгесі болса, ол қанша ақшасын қайтарып алады? Дұрыс, ол 400 теңгесін қайтарып алады. Ол қалған 400 теңгесін әртүрлі етіп қайтарып ала алады. Бұл қайтарым үшін ең ірі ақша 200 теңге. 200 теңге қосылған 200 теңге тең 400 теңге болады.